Мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке біздің шаһарымызда жоғары деңгейде атап өтілді. Тарихы тереңде жатқан еліміздің тәуелсіздік күні мерекесіне арналған салтанатты жиын Горняк орталық мәдениет сарайында жүзеге асты. Салтанатты кездесу барысында арнайы әзірленген көрме барша келушілерді қарсы алып, жергілікті мектептердің шығармашылықтары көрініс тапты. Әрі қарай айтулы шаралар барысы өз салаларының үздіктері марапатталған мерекелік жиынға ұласты. Оның барысында сөз алған қала әкімі Еркебұлан Баяхметов еліміздің төл мерекесімен барша жерлестерімізді құттықтап, ізгі тілектерін жеткізіп қана қоймай, мерейлі мейрамның маңыздылығын атап көрсетті. Сіздерді одақ елінің ұлттық мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1991 жылы 16 желтоқсан күні еліміз Қазақстан деген атпен әлемге танылды. Аза тақта аңсаған ата-бабамызды арманы орындалып, егемендік алдық. Қазақстан Республикасы бүгінде беделі биік, құқықтық, дербес демократиялық мемлекет. Дәл осы күні қаламыздың өркендеуіне үлесін қосқан азаматтардың еңбегі еленіп, марапаттауларға ие болды. Мерекелік жиын барысында Қазақ Алтын Тау-Кен концерні акционерлік қоғамы ұжымының бірқатар еңбекші жұмысшылары ордендермен қошеметтелсе, Ақмола облысы әкімінің құрмет грамотасымен Ақсу кентінің әкімі Марат Смағұлов марапатталды. Бұдан бөлек Степногорск қаласының 55 жылдығына арналған мерейтойлық төсбелгімен 7 азамат құрметтелді. Сонымен бірге шаһарымыздың өркендеуіне қосқан үлесі үшін 6 түрлі маман иелері қала әкімінің арнайы алғыс хаттарына лайық деп танылды. Ерен еңбектері еленген азаматтар арнайы марапаттауларды қабылдаған соң барша көрермен назарына концерттік бағдарлама ұсынылды. Мұнда арнайы шақырылған Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі мемлекеттік академиялық филармониясы өнер көрсетті.